Атажұрттың соты қашан дейді. Атажұрттың соты қашан деп менен Американың саясаткерлері, конгрессмендері сұрады. Мен олардың барлығына бір хат жазып, дайындап, жіберіп тастадым. Онда былай айттым. Қазақстан орта ғасырда жасайтын феодалдық, диктатуралық, патшалық ел. Сондықтан Қазақстанда әдетте кез келген сотта, соттың уақыт өзгергенін, соттың өзгерістерін олар әдетте мынау халыққа қызмет көрсету орталығының қысқа хабарламалар арқылы немесе өздерінің сайттары арқылы хабарлайды. Бірақ Атажұрттың ендігі соты қашан болатындығын адвокат Шыңғуат Байжанов та білмейді. Нәзигүл Мақсұтқанқызының босануына байланысты Нәзигүл Мақсұтқан сотта онлайн қатыса ма? Жоқ, жас босанған әйелді, оның өзінде кесірі мен операциямен босанған әйелді мәжбүрлеп 260 км жерге барып, 260 км кері қайтып шапқыла дей ма? Сот, ендігі сот қашан болады? Не Қазақстанның сот веб-сайттарында, не прокуратураның веб-сайттарында ақпарат жоқ. Сондықтан Қазақстандағы соттың қашан болатындығын Америка өкіметі, адамдық құқық ұйымдары Қазақстан билігіне хат жазып сұраңыздар деп жауап қайтарды.